Жардан дайын бизнес бастайын деген адамдар болса, дайын СТО бар, істеп тұрған. Аумағы 28 сотых. Мына жақ, оң жақ қанатында токарный станогымен тұр. Дайын. Мына үште машина жөндегенге яма и подъемник бар. Мына жақ сол жақ қанаттағы есікте вулканизацияға дайын оборудованиясымен тұр, полкалармен. Сол мына жақта тағы бір бокс. Ямасы бар. Ар жағында навестің астында тоже яма бар. В общем, бір яма, екі яма, үш яма. Именно подъемник төрт жерде. Мынау токарный, дайын. Советский токарныймен тұр үлкен. Мына жерде вулканизация оборудованиялармен тұр. И мынаның ар жағында жатар орын, кухня сияқты жасалған, ішінде бәрі дайын, пеші бар. Отопление бәрі бар, істеп тұр. Іші жылы. Қазір ішін түсіретін боламыз. Территориясы 28 соттен анау талдарға дейін аумағы ар жағынан. Мынау Үржардан Шалпайға шыға беріс жолда Қарабұлақта ыңғайлы жерде жұмыс істеп тұрған СТО. Қазір ішін түсіретін боламыз. Мына жақ оңған жақ қанаттағы токарный, не советский токарный істеп тұр бәрі. Мен ар жағында свирильный станок, отопление бәрі тартылған. Мына өзі бірталай суммасы жақсы, рабочий, советский деген, проверенный істеп тұр. Жақсы нәрсе, Салим блок андайымдай тачит еткен білген адамға. Мына ортасындағы подъемник. И мына жерде яма дайын, подъемник. Круговое отопление. Мына жақ сол жағында от жағатын жағы. Сайман қоятын полкасы, пресс. Үшін істеп тұр, бәрі қарастырылған. Мына жақ комната отдыха. Және мына жағында токарный тұрған. Демалыс орны. Мына жақ полный үш жиілікпен жылып кетеді деп отыр. 150 квадрат екенші. Мына жақ бар. Жаңа вулканизация жақ и мына жақ токарный тұрған жақ. Отдыхайка бәрі. Общий 150 квадрат дейді. В общем, примерно мынандай жер ғой. Үш жиілікпен жақсы ғой. Қазір үш жиілікпен жылытып отырмыз дейді. Смело. Қазір енді вулканизация жағын көрсетем. В общем, дайын. Алсаңыздар істей бересіздер. Жігіттер істеп отыр. Мынау не? Бір магазин болған қазір. Ішінде не тұр? Вулканизация оборудованиесімен. Кісі болса, тоже бір кісі қойып қойға болады. Бәрі істеп тұр. Мынау жақ калитка тоже. Қоздор сияқты. Ол ашылады қақпа. Ар жағына грузовой смело кіріп кетеді. И мына жақта тағы бір бокс. Ямасымен. Тоже отопление круговой жүргізілген бәрі.
не. Ар жақтан шығып кететін есігі бар. Қазір біз мына жақтан көре саламыз. Именно 3-ші яма навес астында жазда. Кең. Мына бокстан шығатын есік. И мына жақта тұрып істейтін кісілер болса, міне тоже дайын. Ішінде пеші бар. Мына жақта жатады, төсек андай-мындайын қойып алса. Отоплениясымен пеші. Мына жақта тамақ ішкенге ар жақ бөлінген. Мына жақта тағы бір кішкентай навес бар сияқты. В общем, территория примерно анау талдарға дейін ғой мына жермен. И ар жақ шеті сонда 28 сотықтай бар. В общем, бұрын расчетым мына жерге үй салынады деп алған ғой территориясын. Осы бизнес бастаймын дегендер болса, смело ала берсеңіздер болады, бәрі дайын. Жұмысшылар да жұмында. Келсесіздерді істей бересіздер. Қарабұлақтан не Чапайға шыға беретін жақ. Шым данный телефон описанияға жазып қалдырам. Өзімен сөйлесіп, суммасына келсе бересіздер. Анау қарағаштан бері. Өте ыңғайлы жерде. Мына жері бәрі. Кіріп шыққанға. Қазір енді алып с нуля салған. Бәленбайға шығып кетеді мынау. Осындай дайын алған жақсы ғой ішінде. Токарныйдың өзі бәленбай, мына жерде оборудованияның өзі бар. Біраз суммаға шығып кетеді. Ана подъемник бар салынған. Елдің жаңадан салсаңыздар, стройка ақша жұмсайсыздар, кісілерге бересіздер салған. Сонымен біраз суммаға шығып кетеді. Жұмно дайын. Бизнес бастаймын деген ұржарлықтар болса, хабарласасыздар. Номерін бәрін описанияға қалдырамын.